YouTube каналым 150 мың оқырманға толды. Ура! Сосын менің ютубер қыздарым, өзімнің оқушыларым, көптеген қыздар монетизацияға қосылып жатыр. Осы бір айдың ішінде 4 қыз монетизацияға қосылды. Еще олардың жаңағы нишалары әрқайсысы әртүрлі. Біреуі фудблог саласын жүргізеді, екіншісі жаңа поэзия оқиды, және де тағы да бір оқушым бар, өзінің баласына арнап ашқан каналын баласы жүргізеді екен. Жаңағыда ойын ойнап, сол монетизацияға қосылған. Және де монетизацияға қосылу туралы толықтай ақпараттың барлығын менің сабақтарым арқылы сіздің жаңа жазып жатыр. Сабақтағыдай тура толтырдым, осылай одобрение беріп тұр деп. Сондықтан, егер де сіздерде курсқа қатысып, ютубқа жаңағыдай видео жүктеу арқылы табыс тапқыларыңыз келсе, менің курсыма шақырамын. Бағасы қолжетімді, бар болғаны 15 000 теңге, кері байланыспен 15 000 теңгеге ала аласыздар. Сабақта түйді барлығы бар қыздар, 0-ден бастап соңына дейін. Қазіргі таңда ютубтан табыс табуды көпшілігі біледі, 80% адам біледі деген ойдамын. Және де ютубтан просто үйде отырып, видео салу арқылы табыс табасын. Мысалы, мен өзім солай табам, үйде отырмын, бала шағамен, әлі кішкентай, жұмысқа шыққан жоқпын. Бірақ енді жұмысқа шыққаннан гөрі лучше осылай табыс тапқанда дұрыс деп ойлаймын негізі. Ыңғайлырақ та, қалаған уақытында өзің бастық, өзің бей, қалған кезінде саласың, қалған кезінде жасайсың деген сияқты. Бірақ енді тұрақтылықта қажет оған. Ал егер мынандайлар болады, бір қыздар айтады, ой, табу қиын, табыс табу қиын, анау, мынау деп сылтауларын көп айтады. Егер нақты істеймін деген адам болса, ниеті жаңағыдай дұрыс болса, негізі барлық нәрсенің көзін табуға болады. Соны айтқым келген.